Microsoft Word негіздері форматты ескере отырып енгізу. Алдыңғы сабақта біз көшірілген ақпаратты мәтінге енгізуді үйренген болатынбыз. Мысалы, біздің мәтінге интернеттен белгілі бір ақпаратты көшіріп, Ctrl-C батырмасын басып, өзімізге енгізейік. Ctrl-V батырмасы. Көзге бірден енгізілген мәтіннің басқаша стильде жазылып тұрғаны көрінеді. Көп жағдайда біздің құжатымыздың ішіндегі барлық мәтіндер бір стильге негізделген. Енді біз қосымша жұмыс атқарып, осы мәтінді ерекшелеп, сәйкес стильге енгізуіміз керек болады. Алайда, осы әрекеттерді істемес үшін бізде келесідей мүмкіндік бар. Мысалы, мәтінді мына ортаға үшінші абзац ретінде енгізейік. Ол үшін біз тінтөрдің оң жақ батырмасын басайық. Енгізу параметрлерінің ішінде біріншісіне апаратын болсақ, ол сохранить исходное форматирование дейді. Яғни, біз алған мәтін қайнар көзінде қандай стильде жазылса, сол стильмен енгізіледі. Оны сіз артқы жақта мысал ретінде көре аласыз. Ал егер екіншісін таңдайтын болсақ, онда бірден біздің жазып отқан мәтінде қандай стиль қолданылып тұр, бірден соған өзгертіледі. Басатын болсақ үстіне, біздің енгізуіміз біздің мәтіндегі бар стильді қайталап тұр. Сұрақ туындауы мүмкін. Онда үшінші мүмкіндік қандай жағдайда қолданылады деген, сохранить только текст дейді. Ол үшін келесідей мысал жасау керек болады. Біз мына сурет пен мәтінді бірге ерекшелейік. Паскальдың машинасы деген мәтін бар, және де белгілі бір сурет бар. Ctrl-C батырмаларын басу арқылы алмасу буферіне көшірейік. Енді өзіміздің құжатта біз Ctrl-V батырмасын басатын болсақ, бізге суретте және де мәтінде түсті. Алайда, егер біз сурет қажет емес, тек мәтін қажет болатын болса, онда осы енгізу пәрмендерінің ішінде сохранить только текст батырмасын басатын болсақ, ендігі кезекте бізде тек қана мәтін енгізілді. Бұл қай жағдайда пайдалы, қай жағдайда қолдануға болады деген сұрақ туындаса, онда сіз бір үлкен мәтінді көшірген кезде мәтініңіздің ішінде сурет аралас, кесте аралас, сондай бір қосымша элементтер бар болатын болса, және де олар сіздің мәтініңізге қажет емес болатын болса, онда сіз осы пәрменді қолдану арқылы тек қана мәтінді көшіріп аласыз. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.